Қымбатты менің ютубтағы оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге әдеттегідей мен дәрігер Гүлжауһар Маратбекқызы. Бүгін біздің талқылайтын тақырыбымыз ол кішкентай балаларда прикормды, яғни қосымша тағамды қашан бастау керек, қалай бастаймыз, не жегіземіз алғашқы кезде және қандай ережелерге сүйену керек. Осы және өзге де сұрақтарға жауап беретін боламыз. Менімен бірге болыңыз және менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен прикорм деп отырғанымыз не? Қосымша тағам, оны не үшін балаға беруіміз керек деген сұраққа тоқталайық. Себебі кішкентай бала 5-6 ай болған кезде анасының сүтінің құрамындағы макро-микро элементтер, сонымен қатар витаминдер бала организмінің одан әрі өсуі үшін жеткіліксіз болып саналады. Сондықтан да балаға 5-6 ай кезеңнен бастап қосымша тағамды жаймендеп бастауға болады. Дәл осы кезеңде баланың асқазан ішек жолдарында тамақты қорытуға қажетті ферменттер өндіріле бастайды. Ал оған дейін егерде 4-3 айында қандай да бір тағамдарды қосымша етіп беретін болсаңыз, бала организмі қорыта алмайды. Сондықтан да бұл кезде сіз баланың асқазан ішек жолдарына керісінше зиян келтіруіңіз мүмкін. Осының әсерінен дисбактериоз, дисбиоз секілді ішек жолдарындағы микрофлораның бұзылысына алып келетін, сонымен қатар оның қызметтерін бұзатын кейін асқынуларға алып келуі мүмкін. Сондықтан да мүмкіндігінше қосымша тамақтануды 5-6 айдан кейін бастаған дұрыс. Қосымша тамақты бастау деген ұғым бар, сонымен қатар енгізу деген нәрсе бар. Қашан бастауға болады деген сұраққа келетін болсақ, бала сіздің тарелкаңызға ұмтылатын болса, тағамдарға деген қызығушылығы пайда болатын болса, бұл оның ми орталық жүйке жүйесінде тағамдармен танысу деген информацияның даму процесінің жүріп жатқандығын көрсетеді. Сондықтан да егерде 5-5,5 айында бала сіздің алдыңызда отырып, сіздің жеп жатқан тағамдарыңызға қызығушылық танытса, сіз аузыңызға тамақ апарған кезде оны көзімен шығарып салып ұмтылатын болса, бұл оның қосымша тағамды бастауға деген дайындығын көрсетеді. Ал қосымша тағамды толығымен енгізу деп отырғанымыз анасының, мысалы үшін азанғы уақытта емізетін уақытының орнына қосымша тағамды беру, яғни орын толтыру уақытын айтамыз. Бірден енгізбейміз қосымша тамақты, алдымен бастаймыз. Ендеше қалай бастауға болады? Баланың қосымша тағамды беруге дайындығын қалай байқаймыз? Сол сұраққа жауап берейік. Әртүрлі критерийлер бар, солардың бірі бала салмағы 6 килограммнан асуы тиіс. Екіншіден, бала басын оңға, солға еркін бұра алатын болу керек. Үшіншіден, егерде бала тағам көрген кезде аузынан сілекейі ағып, оны жегісі келіп, яғни соған ұмтылатын болса, ол да бастауға деген көрсеткіштердің бірі болып саналады. Бала әрдайым анасынан көргенді қайталайды. Сондықтан да сіз кез келген өзіңіз жеп жатқан нәрсені рахаттанып, эмоциональды күйде, мысалы үшін қандай дәмді деп оны қызықтыратын болсаңыз, ол да солай тағамға деген қызығушылық артады. Сонымен қатар оның көзінше әдейі қасықпен тамақты қалай алып жатқаныңызды көрсетіп, оны аузыңызға апарып деп оған тамақ деген нәрсе өте дәмді екендігін жеткізу керек. Егерде сіз өзіңіз алма жеп жатсаңыз, оны да қасықпен қырып, аузына салып, жегізіп көрсеңіз болады. Енді қандай жағдайда балаға тамақ беруге болмайды? Егерде ол аузына салған тамақты тілімен шығарып тастап жатса, ұнатпаса, оны қинап оған тамақ беруге болмайды. Неге? Себебі ол тамақтан қорқып қалатын болады. Тамаққа деген жек көрініш пайда болады. Сондықтан да бала қашан өзі қызығып, сізден сұрап, дәмін татып, жегісі келеді, сол кезде беру керек. Балаға арнайы тамақтандыратын орындық қажет пе? Бала қашан еңбектеп өзі отырады, сол кезде отырғызып қойған дұрыс. Оған дейін баланың беліне нагрузка түсірмес үшін желательно жан-жағынан тіреп қойып отырғызбаған дұрыс. Енді сұрақ туындайды, балаға қосымша тамақты кашадан бастаған дұрыс па, жоқ әлде жеміс-жидектерден, көкөністерден бастаған дұрыс па деген. Бұл маңызды емес, ең бастысы сіздің балаңыздың жағдайына байланысты. Әр балаға индивидуалды түрде қосымша тамақ басталынады. Егерде сіздің балаңызда запор болатын болса, онда оған көкөністен бастаған тиімді. Ал егерде сіздің балаңыздың іші керісінше сұйық, жиік, үлкен дәретке шығатын болса, кашадан бастаған дұрыс. Дәл осы жерде айта кететін нәрсе, егерде сіз
прикормды кашадан бастасаңыз, оны азанда берген дұрыс. Ал егерде көкөністен бастағыңыз келсе, онда түскі уақытта берген дұрыс. Себебі барлық нәрсе көкөністің құрамындағы витаминдер, макро, микроэлементтер түскі уақытта жақсы сіңеді. Прикорм бастағанда қашан емізу керек? Қосымша тамақты бересіз, содан кейін барып емізетін боласыз. Егер қосымша тамақты көкөністен бастайтын болса, алдымен кабачки, сосын барып цветная капуста, сосын брокколи болған дұрыс. Бірақ әрбір қосымша тағамды балаға 2 апта аралығында толығымен үйретіп, дозасын келтіріп алу керек. Всегда микродозировка деген нәрсе жүреді. Яғни кез келген жаңа тағамды алдымен балаға жарты чайная ложка немесе 1 чайная ложка береміз. Содан кейін барып біртіндеп, егер де балаға ол ұнаса, дәл сол тағамды күніне 1-2 чайная ложкадан қосып отырып, мөлшерін 80 мг-ға дейін жеткіземіз. Сол 80 мг-ға жеткеннен кейін барып, келесі қосымша тағам түрін қосуға болады. Мысалға алатын болсақ, алдымен сіз кабачкиді бердіңіз, дозасын 80-ге дейін көтердіңіз, одан кейін барып сіз цветная капустаға ауысуыңыз керек. Ол кезде сіз алдымен 5 мг цветная капуста бересіз, яғни 1 чайная ложка десек болады. Әрі қарай қалған 70-75 мг-ын бұрынғы кабачкиін бере бересіз. Осылайша цветная капустаның дозасын ертеңіне 10 қыласыз, 15-20 қыласыз, сөйтіп керісінше кабачкидің дозасын азайтып отырып 80 мг-ға дейін жеткізесіз. Содан кейін барып келесі түрін енгізесіз. Ол бізде брокколи, брокколиді алдымен 10 мг, сосын 20 мг деп көтеріп, бала организмін жаңа көкөністерге үйрету керек. Неліктен осыншама уақытты бір тағамды үйретуге уақыт жұмсау керек деген сұрақ туындайтын болса, бала ағзасында қандай да бір аллергиялар немесе реакциялар пайда болатын болса, біз қай тағамдан екенін ажыратып алуымыз керек. Яғни 1 апта аралығында беріп көреміз, балада ешқандай реакциялар болмаса, онда қалып біз оған қайта қуанып келесі тағам түрін енгізуге көшеміз. Осы жерде айта кететін нәрсе, әрбір кішкентай балаға прикорм бастаған кезде дневник, яғни күнделік арнаған дұрыс. Не бердіңіз, қашан бердіңіз, қанша дозада бердіңіз. Одан кейін, егерде осы 1 апта көлемінде бақылайсыз, баланың үстінде сыйып шықса, немесе іші өтетін болса, онда сіз берген тағамыңызды ойлайсыз. Күнделігіңізге қарайсыз, мен соңғы уақытта мынаны берген тұғымын, демек бұл баланың ағзасына жақпайтын сияқты деп подозрительный тағамдардың арасына қоясыз да, оны балаға бермей тұрасыз. Жиі қойылатын сұрақтардың бірі, дайын пюрелерді берген дұрыс па, жоқ әлде үйден дайындаған дұрыс па? Әрине оның барлығы өз еркіңізде. Бірақ ең басты ескеретін нәрсе, мысалы үшін сіз банкадағы пюрелерді сатып алатын болсаңыз, оның бәрін құрамын қарауыңыз керек. Ароматизаторлар, сонымен қатар түс беруші, артық консерванттар болмауы керек. Және оны 24 сағат аралығында ғана қолданасыз. Холодильникте сақталуы тиіс. Мысалы, бүгін 1 қасық берсеңіз, 24 сағаттың ішінде одан тағы 1 қасық беріп, қалғанын тастауыңыз керек. Немесе өзіңіз жеп қойсаңыз болады. Ең бастысы 24 сағаттан асқаннан кейін қолданбаңыз. Себебі балада құсу, іш өту секілді реакциялар беруі мүмкін. Сұрақ: балаға қай кашаны берген дұрыс? Ол монокомпонентті болған дұрыс, яғни құрамында сүт болмау керек, тек қана рисовый, немесе гречка, немесе кукуруза болған дұрыс. Егерде сіздің балаңызда анемия болатын болса, онда гречкадан түрін бастаңыз. Ал егерде сіздің балаңызда запор болатын болса, онда желательно рисовый түрін бермеңіз. Осы және өзге де әр баланың өзінің индивидуаль жағдайына байланысты кашаның түрін таңдалады. Сұрақ: неге сүті жоқ каша беру керек? Сол үшін алдымен безмолочный түріне үйретіп алу керек. Сұрақ: балаға етті қашан бере бастаймыз? Етті ұнтақталған түрде, яғни фарш күйінде немесе піскен етті майдалап, туралап беруге болады 7,5-8 айдан бастап. Енді ол еттің де түрлері бар. Егер де сіздің балаңызда сиыр сүтіне де аллергия болатын болса, онда желательно сиырдың етін де бермеген дұрыс. Оған да аллергия болуы мүмкін. 1 жасқа дейінгі балаларға етті 50 грамм мөлшерде беруге болады. Сонда 8 айда есептеп қарайтын болсақ, 120 грамм қасына пюре немесе каша және қасына 50 грамм етті қосып беруге болады. Сонда бұл полноценный прикорм саналады. Таңертең немесе обедте бір емізуді алып тастап, орнына осындай қосымша тағамды енгізе аласыз. Балаға йогурт, ірімшік беруге болады ма? Қосуға болады. Оның бірнеше түрі бар, творог бар, йогурт бар, например. Оларды негізінен түстен кейін берген дұрыс. Түстен кейін 5-6-ларда берсеңіз, сіңімділігі жоғары болады.
тоже жаңағы сияқты 5 миллиграммнан бастап жаймендеп мөлшерін 50-80 миллиграммға дейін көтеруге болады. Қосымша тамақты бастау және оны енгізу туралы ақпараттар осы. Егер де сіздің тағы сұрақтарыңыз болатын болса, төменгі комментарийге жазыңыз, мен сізге міндетті түрде жауап беремін.